Егер де қазақстандықтар жалпы барлық той түрінен бас тартатын болса, елімізде қандай өзгерістер болады? Егер Қазақстанда үйлену тойлары болмаса, біріншіден, бір айда азық-түлік, арақ-шарап, сондай-ақ жемістер арзандай бастайды. Азық-түлікпен қанықтырылған базар мен оптовиктер енді басты сатып алушыларынан айырылды. Қарапайым үйіне зат алатын адамдардан ондай қатты пайда түспейді, сондықтан бағаны жаппай түсіруге тура келеді. Екіншіден, тойханалар мен мейрамханалар 2 айдан кейін жабыла бастайды. Себебі түсінікті, тапсырыс берушілер күрт төмендей бастады, тіптен мүлдем жоқ десе де болады, ал мейрамхана өзінің комуслугасы мен персоналдарын ақтамағасын иесі жабуға тура келеді. Үшіншіден, 3 айдан кейін автокөліктердің бағасы бірден төмендейді. Неге? Себебі тойдың жойылуының әсерінен енді кортежге шығатын геликтер мен жаңа Тойоталар енді ешкімге қажет болмай қалады. Көп азаматтар сол жаңа көліктерді кортежге шығып ақшасын шығарып аламын деп алуда. Ал енді сол қарапайым азаматтар қарапайым көлікке көшуіне байланысты ол жаңа көліктерге сұраныс болмай қалады. Кортеж болмағасын ол адамдар жаңа Камриларының кредитін қалай төлейді, дұрыс па? Төртіншіден, жарты жылдан кейін әйелдер өздеріне мән бере бастайды. Пайдалы және жағымды нәрселермен айналысатын болады. Бесіншіден, бір жылдан кейін қазақстандықтарда артық ақшалар жиналады. Оның көбісі тіптен байқамай қалады. Қалайша кенеттен ақша жиналды деп. Енді дұрыс қой, бұрынғыша той деп кредит алмайды. Одан қалды біреудің тойына бару керек деп, ол тойларға бояну керек, киім алу керек деп ақша жұмсамайды. Қарапайым қазақ кем дегенде айына 3 тойға барады екен. Енді той жоқ, ақша артылады. Қазақстандықтар сол жиналған ақшаны бір жолмен жұмсау керек екенін түсіне бастайды. Сол себептен елімізде үй алушылар мен шетелге қыдырушылар саны артады. Алтыншыдан, 1,5 жылдан кейін Қазақстанда тауарлардың сапасы жақсарады. Адамдар бұрынғыша анау-мынауларды сатып ала бермейді. Қазақстандықтардың тек қана сапалы тауарға сұранысы жоғары болады. Өйткені олар енді өздері үшін сатып алады. Бұрынғыша сыйлық ретінде біреудің тойына қой дейтін заман кетті. Жетіншіден, 2 жылдан кейін Қазақстанның экономикасында айтарлықтай өсім болады. Себебі кезінде той саласының кәсіпкерлері нансыз қалмас үшін бизнестің жаңа түрлерін аша бастайды. Яғни экономика мен халыққа пайда әкелетін. Енді оларға да өмір сүру керек қой. 8-шіден, 3 жылдан кейін ең соңғы той саласында жүрген жалған әнші жойылады. Ал оған дейін барлық той әншілері сұранысқа ие болмағасын, аспандағы бағаларын тиын-тебенге түсіре бастайды. Есесіне нағыз өнерпаздар бағалана бастайды. Қазақстанның өнер саласында жаңа тыныс пайда болады. Сондай-ақ 5 жылдан кейін кәсіпкер әйелдер саны артады. Ал 10 жылдан кейін ажырасулар саны рекордтық деңгейге дейін азаяды. Неге? Себебі ұзақ уақыт бойы ешкім дүркіреген тойын біреу үшін, біреуге көрсету үшін, орысша айтқанда по расчету, ради показа үйленген жоқ. Ақыры той болмағасын, ешкім көрмегесін, шынайы махаббатпен үйлену үрдіске айнала бастайды. Енді ең соңғы жайт, 50 жылдан кейін ата-аналар балаларына бұрын бір бейтаныс адамдарға дейін шақыратын біртүрлі шаралар болатын деген оқиғаларды айтатын болады. Ең бастысы, той қашан деген сұрақ мәңгілікке жойылады. Той ешқашан елді дамытпайды. Еуропалықтар әлемді шарлап саяхаттап жүр, өмірден ләззат алуда. Себебі біз сияқты кредитке батып, өмір бақи төлеу үшін жасайтын той мерекелері жоқ. Тойға шақыратын асабалар, әншілер инстаграмдарын қарасан, шетелде сіздердің арқаларыңызда демалуда. Бәлкім енді тойдан бас тартып, өзіңіз шетелге қыдыратын сәт келді, немесе тойға кететін ақшаға екі жақ бірігіп, пәтер алатын сәт келді. Міндетті түрде осы видеоны поделиться мәзір арқылы WhatsApp пен достарыңа жібер. Кішкене болса да